еске olur. Ешқашан болмайды. Денсаулық сабаққа қуанышты бақытты күніңіз ашық болсын. Өте жақсы балалар, сендерге кәмпит ұсынып жатырмын. Енді бәріміз тақтаға қараймыз, кішкене былай қарай болып тұрамыз. Olsun, informatika pəndinin bilmeyip үйренейік. Балалар, енді қолдарына мен және сендерге кәмпит бердім. Сол кәмпит бойынша екі топқа бөлінемізді. Қызыл кәмпит алғандан кейін. Sonra екінші тақтаға отырамыз. Қолды көтеріп айтамыз. Презентация. Дұрыс айтасыңдар. Презентация. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз біздің презентация туралы болады екен. Презентацияға арналған ақпарат. Дәптерімізге бүгінгі тақырыпты күндік жазып қоямыз. Бүгін үйренетініміз бар презентацияға арналған ақпараттарды іздеу және браузер құралдарын қолдану. Презентация дегеніміз жалпы өзі таныстырылым. Ол латын сөзінен презента деген сөзден шыққан таныстыру және ағылшынша сөзден шыққанда ұсыну деген сөзді білдіреді екен. Ақпараттарды іздеу компьютердегі файлдар, бумалардан құжаттағы мәтіндерді іздеп алуға болады екен. Енді интернет туралы сөз болғаннан кейін балалар біз браузер деген қарау деген сөзден шыққан. Яғни интернеттегі веб парақшалардан мәтін аламыз, ақпарат алуға арналған программа екен. Мынау сәйкестендіру және түсінік бойынша, сабақты түсіндіру бойынша жапсырасыңдар. Яғни сұрақтарды оқисыңдар да дұрыс жауабын қасына тірейсіңдер. Сендердің алдарында слайд деп тұр, сол арқылы сендер қазір бағалайсыңдар бір-біріңді. Яғни мына екінші топ, бірінші топтағы екінші сұрақ дұрыс емес. Тағы келесі сұрақ. Презентация бізде қалай аталады? Слайд. Дұрыс. Сурет пен ақпаратты қайда? Қоршаған орта деген бумада, сода сурет таңдаймыз, иә балалар? Енді астына сақтандырып қоршаған ортаны қорғау. Сурет көтеруге болады. Болды, иә? Жаңа екеуге үшеу қосылды. Одан кейін сурет қояды. Ол екі бал қосамыз, сонымен 5 ұпай болады. Кімде қандай ұпай қолымызбен көрсетеміз? 5, сенде үшеу. 5, 4, 5, 3, 4. Жақсы балалар, жарайсыңдар.
bize ayak, bize ayak. Bas, iyak bize ayak, bize ayak. Ağız morun şene bolak. Bas, iyak bize ayak, bize ayak. Ağız morun şene bolak. Bas, iyak bize ayak, bize ayak. Gelin ona da dizi. Web парақшаларды мәліметтерді оқуға деуге арналған программа, иә? Иә. Браузерге беттегі қоюға болмайды дейді. Жоқ, оларды қоюға. Программаны іске қосу үшін туз барлық программалар Microsoft Office, PowerPoint деп аша дегеніз, иә. Жақсы, бала жарайсыңдар.